Ұстаз ұлы есім. Мұғалімдік әлемдегі ең ардақты мамандықтың бірі. Мен осы қадірлі мамандықты таңдаған жанның бірімін. Менің мамандығымды басқа мамандықпен салыстыруға болмайды. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұғын адамның алтындығы деген Ғафу Қайырбектің өлең жолдарын оқығанда мен өзімді бақытты сезінемін. Ұстаз болғаныма мақтанамын. Өйткені ұстаздық қадір тұтар қайырлы іс. Ұстаз бала болмысына өзгеріс енгізуші, бағыт, бағдар беруші, ата-ананың сенімді көмекшісі. Мұғалім елдің ертеңіне ие болатын ұрпақты тәрбиелейді. Мінез құлқы әр түрлі баланы бір мақсатқа жұмылдырып, әр қайсысымен жеке-жеке жұмыс атқару ол өнердің өнері болып табылады. Өзге пәндерден ерекшеленіп тұратын қазақ тілі мен әдебиеті пәнін бала күнімнен сүйіп оқитынмын. Сол сүйіспеншілік мені ұстаздық жолға алып келді. Менің бала кезімдегі ағартушылық қызмет пен қазіргі таңдағы білім беру саласы мүлде басқаша. Бүгінгі ұстаз шәкіртіне білім беріп қана қоймай, оны әлемдік білім, ғаламдық ақпарат, жаңа экономика кеңістігіне шығуына, бәсекеге қабілетті болуына жол ашып баулуы қажет. Ол нағыз өз мамандығын сүйген ұстаздың қолынан ғана келеді. Заман өзгеріп, біз жаңа бағытқа бет бұрдық. Қоғам өзгерген сайын білім мазмұны да өзгеріп отырады. Қазіргі білім беру жаңа сипат алды. 21 ғасыр технологиялардың ғасыры. Ақпараттар ағыны өте көп. Технологияның дамығаны сонша, адам түсіне кіріп шықпайтын нанотехнологиялар өз жемісін беруде. Енді бірнеше жылдан кейін роботтар көптеген мамандықтардың орнын басып, адамның жұмысын жеңілдетпекші. Осы өзгерістер мұғалім еңбегіне әсерін тигізуде. Біз өз оқушыларымызға тек қана білім беріп қоймай, бірегей нәрселерді үйретуіміз керек. Ешқандай роботтар, машиналар игере алмайтын жұмсақ дағдыларды оқушыларымыздың бойына дарытуымыз керек. Ол дағдылар, құндылықтар. Біз оқушыларымызға адами құндылықтармен қатар ұлттық құндылықтарды дарытып бойына сіңіруіміз керек. Сенім, оқушыларымыздың, балаларымыздың бір-біріне деген сенімі, қоршаған ортаға деген сенімі, отбасына, үлкендерге, тағы да басқа нәрселерге сенімі болуы керек. Және ең бастысы олар өзінің білімі мен ақылына, күшіне, еңбегіне сену қажет. Тәуелсіз ойлау. Біздің алдымызда отырған ұрпақ, олар 21 ғасырдың ұрпағы. Олар тәуелсіз Қазақстанда өмірге келген азат ойдың ұландары. Командалық жұмыс. Қазақта керемет мақал бар. Бірлік бәрін жеңбек дейді. Ендеше біз бірлесе отырып қана биік белестерді бағындыратынымыз анық. Яғни біздің күшіміз тек қана бірлікте болмақ. Басқаларға қамқорлық, сонымен қатар біздің алдымызда отырған оқушылар қоршаған ортаға, үлкендерге, отбасына, мектебіне, табиғатқа, тағы да басқа дүниелерге өзінің қамқорлығын көрсете білу керек. Біз міне осы дағдыларды өз оқушыларымыздың, өз білім алушыларымыздың бойына дарытуымыз қажет. Гүлзира Бекболатқызы, ол менің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі. Ол мені 4 жылы оқытты. Осы уақытта ол мені олимпиадада дайындады. Осы жылы мен облыстық турда 2-ші орын алдым. Бірақ келесі жылы біз республикалық деңгейге дайындаламыз. Көп рахмет сізге.
Здравствуйте, я Ажар Кабдагали, ученица теперь уже 10 класса. С момента, как я перешла в Архмаша, то есть 6 класса, Гульзира Булатовна преподает уроки казахского языка. Уроки всегда проходили в очень интересной форме. Но в связи с пандемией и переходом на дистанционный формат обучения Гульзира Булатовна открыла свой YouTube-канал с видеоуроками. Я с удовольствием поделюсь своим мнением и поддержу познавательный канал Гульзиры Булатовны. С начала второй четверти уроки казахского языка начали проходить в более интересной и интенсивной форме. Как я уже сказала, учитель казахского языка открыла свой YouTube-канал, на котором опубликовывает видеоуроки. В течение онлайн-урока учитель ознакомливает зрителей с новой темой и предлагает различные задания разной сложности. В конце каждого видеоурока показывается слайд для проверки личной успеваемости ученика, с которым можно поделиться в комментариях под видео. Со стороны учителя присутствует постоянная обратная связь, с помощью которой можно уточнить некоторые непонятные моменты. В целом, YouTube-канал Гульзиры Булатовны — это сборник всех уроков для разных классов. Это отличная возможность для изучения новых тем. Главная цель данного YouTube-канала — это развитие уровня казахского языка среди школьников в новом полюбившемся онлайн-формате. Гүлжира Бекболатқызының арқасында біздің сынып бір үлкен отбасыға айналды. Оның өткізген іс-шаралары арқылы біз табиғатты аялайтын, отан сүйгіш, қоғамда өзімізді ұстай алатын адамдарға айналдық. Осы кісі арқылы біз Қазақстан тарихына деген қызығушылығымызды артып, табиғаттың нағыз жанашырына айналдық. Сонымен қатар біз сынып болып көптеген кітаптарды талдадық және кино әлеміне шолу жасадық. Сондықтан мен Гүлзира Бекболатқызына өзімнің шексіз алғысымды білдіремін. Және болашақта ол әлемдегі әйгілі ұстаздардың бірі болатынына сенемін. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі ретінде жоғарыда аталған дағдыларды оқушыларымның бойына қалыптастыру үшін оларды тәрбиелеуде халқымыздың ана тілі мен төл әдебиетінен нәр аламын. Себебі халқымыздың ана тілі мен төл әдебиеті қазіргі заман оқушысын оқыту мен тәрбиелеудегі ең басты құралымыз болуы шарт. Ана тілі мен әдебиет абзал қасиеттерге баулушы, тәрбиелеуші өнер. Бұл от жүректі батыр ақын Махамбеттің орындалмаған арманына ортақтасу, Сахараның ұлы ойшыл перзенті Абайдың мыңмен жалғыз алысқан күрескер жүрегінің тынысын тыңдап, онымен бірге қалың елім қазағымның алтыбақан алауыздықта, сүреңсіздікте өткен сұрғылт өмірінің сырына бойлап қанығу, ақынмен бірге қамығу деген сөз. Мен бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда ұландарымыздың биіктен көрінуіне күнделікті ісімдегі жаңашылдығым арқылы, жан жақты берген білім мен тәрбием арқылы қол жеткізудемін. 21 ғасыр білімділер ғасыры. Бізге ой өрісі жоғары, зерделі, жан жақты дамыған, тәрбиелі, парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен шығармаймын. Әр баланы жас ерекшелігі, мінез құлқы, өскен ортасына қарай танып, жақсы адам етіп тәрбиелеу менің жүрегімдегі мектебімнің басты мұраты.